Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы кеш. Жұмыстан келіп тауықтарымызды қарап жатыр. Барлығын далаға шығарып жібердім. Қазір бір еміне геркулес беріп жатыр. Геркулестің пайдасы бар екен. Ішіндегі бүкіл инфекцияның бәрін алады деп естідім. Сол себепті геркулес беріп жатырмын қазіргі таңда. Машиналар ар жағында жүр. Осы сосын шаруақта машина толып кетті. Өзім машина, янтекстікі, енді менікі емес, мен айдап жүрген жоқпын. Өзім ананы айдап жүрмін. Мына жүр. Көп сұрап жатыр ғой, көгершінді неге шығармайсың деп. Көгершіннің ұясы менде қазір осы емес. Еще видеоға түсіре алмай қалдым. Менде мына көгершіннің ұясы осы менде. Онда менде скутер тұр. Алла берсе, скутерді шығарғаннан кейін көгершіні осының ішіне кіргіземіз. Енді мүмкін мынаның ішіне кіргізіп қалуы мүмкінбіз. Скутерді мынаның ішіне міне. Осындай болып отыр. Мынаның ішін тазалап, бәрін арға ығыстырып, мүмкін скутерді осының ішіне кіргізуге тырысам бұйыртса. Қазір қолым тимей жатыр. Сосын бұйырса балапандар шықты менде инкубатордан. Оларды реттеуім керек қазір. Алла осы. Мұнаның барлығын далаға шығарып қойдық. Ішкен тоңсын, жемдерін жесін. Міне іште бізде көгершіндер тұр. Балапанды ала берді, мұнда қоям. Қазір мұнаның ішіне апелк салам. Жаңадан шыққан балапандарды осының ішіне кіргізетін боламыз. Бұрынғы балапандар енді мына жерде тұр ғой. Бұрынғы балапандар міне мұнда тұр. Бұлардың жемін, суын барлығын беретін боламыз. Бұларға ала берді. Жаңадан шыққан балапандарға біздер ала берді. Қазір ең бірінші жұмыртқа береміз. Кеше түнде бастап шықты. Жұмыстан келіп бүгін ала берді. Қарап жатырған жайым бар. Көгершіннің баласы ана жерде отыр. Анда үшеуі бар. Мұнда тұр. Қалғандар осы енді достар. Ала берді. Жақсы видеолар күтіңіздер. Енді тауықтарым кішкене берді жазылып кетсе екен деп тұр. Тауықтарым жазылу үшін барлығына бірдей жем беріп жатырмын. Геркулес міне өзені көріп тұрсыздар ғой. Аналар ананы жеп жатыр шөптің үстіне. Енді кеше бір рет шықты, дұрыс жайылған жоқ. Енді бүгін дұрыстап кішкене жайылсын деп бүгін шығарып жатқан жайым бар. Енді келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Алла бұйыртса тағы видео түсіріп салатын боламын.